Ассалаумағалейкум, құрметті бауырлар. Астана қаласы. Жаңа неден аппарат президенті 16-шы подъезд КПМ-нен шығып келе жатырық. Ол жақта көтерген сауал қоғамдық тыңдау 15-ші шілдеде болады дейді. Және 15-ші шілдеде болған кезде ол Алматы қаласында өтеді дейді. Соған Алматы қаласында өтуіне наразы болып келген болатынбыз. Сол жаңа мына 16-шы подъезде недегі аппарат президенттегі Дом министерствотағы. Сол жақта өз пікір ойымызды айтайық деп, қарсылығымызды білдірейік деп. Соған келген болатынбыз. Сол жерге өнеркәсіп және құрылыс министрлігінің өкілі Сүйінбаев Шыңғыс келді. Ол кісі келгенде айтқаны 15-ші шілде күні Алматы қаласында өтеді дейді. Және де ол Hyundai Motors заводында болады дейді. Hyundai заводында өтеді дейді. Соған біздер өзіміз наразылығымызды білдірдік. Кәдімгідей халықпен санаспаймын дейді. Шаруам жоқ дейді. Петицияға көп қол қойған адамдар сояқтан біз солай шештік дейді. Олар халықпен санасу, халықпен ақылдасу, шешу деген ондай ойында жоқ екен. Тікелей алты сондай жауап берді. Қазір міне Қазақстан Республикасы бас прокуратурасының алдына келдік. Өзіміздің міне соңымызда мына полиция қызметкерлері ана үшеуі жүрген, ана күліп келе жатқан акиматтың қызметкері ақ көйлектегі. Қазір бас прокуратураға келдік. Осы жақта қазір арыз шағым түсіретін боламыз. Арыз шағым түсіресің міне. Прокуратураға келдік. Генеральный прокуратураға. Алты милиция. Утиль сбор первичек туралы. Арыз шағым түсіреміз. Өнеркәсіп және құрылыс министрлігінің үстіне. Қазір ол біз бұл жақта наразы болып тұрған себебіміз, келіспей тұрғанымыз Астанада өту керек біріншіден. Жиын, қоғамдық тыңдау Астанада өту керек. Және Астанада өтіп тұрып, оны бүкіл халық кіруге болады деді. Өткенде өздеріңізде естіңіздер, Сүйінбаев Шыңғыстың өзі өткенде Қостанайдағы сөйлегенде айтқан болатын. Бүкіл халық кіреді, ішіне ешқандай кедергі болмайды деп. Енді бүгінгі сөзінде келіп тұрып айтады, ол Алматыда өтеді. 15-ші шілде күні Алматыда өтеді, және Hyundai заводында өтеді дейді. Ол Hyundai заводында өту деген ол таза лоббизм. Ол кәдімгідей әділетсіз. Өйткені ол жерде өтуіне бәріне қарсымыз. Вот сондай жағдай отыр. Сол туралы қазір міне прокуратураға арыз жазу келіп тұр. Біздердің талабымыз 15-ші шілдеде болсын, Астана қаласында кәдімгі зал берілсін үлкен, сол жерде бүкіл халық келсін, өз ой пікірін айтуға толықтай құқығы бар деп соны алға тартып тұрып. Олардың айтып тұрғаны дейді, ашықтық өткізетін жер жоқ дейді, ашық болатын жер жоқ дейді Астанада. Телефонмен кіре алмайсыңдар, МПС-тің зданиясына дейді, өнеркәсіп және құрылыс министрлігінің зданиясына телефонмен кіре алмайсыңдар, СМИ-ларды ол жерге кіргізе алмаймыз дейді. Как будто Астанада ашық өткізетін зал жоқ сияқты да, әңгімелеріне қарағанда да. СМИ жоқ сияқты. СМИ жоқ сияқты Астанада. Казмедиа деген үлкен здания тұр қырғын, Алматыда тоже ашық өткіздірмейді ол. Астанада ашық өткізбейді, Алматыда. Ол жерде Hyundai заводында өтеді дейді. Айтып отырмын, Hyundai заводында өтеді дейді міне. Міне келіп тұр жігіттер ол міне Данияр. Ассалаумағалейкум. Өнеркәсіп және құрылыс министрлігі уже не в первый раз они в одностороннем порядке принимают решения. Бізге халыққа вообще құлақ аспайды да. Вообще, былай айтқанмен көлденеңнен қойып тұр ғой халыққа. Енді қазір мало того, что олар рабочий группаның тізіміне жаңағыдай өңшең лоббистерді қойып қойған Отельсбордың депутаттардың арасында да сол нелерге қатысы бар лоббистер. Мысалы Сапарбеков Олжас, вице-министр промышленности, сол который неткен жаңағыдай нені өткізген председатель рабочей группы. Ол өзі кезінде Лаврентьевқа жұмыс жасаған адам, Агромаштан келген адам, сол өнеркәсіп және құрылыс министрлігіне вице-министр болып Агромаштан келген. То есть мына жақта полный лоббизм идет со стороны Министерства промышленности. И еще была жаңа Hyundai заводты өткіземіз дейді.
тоже у тех на территории, кто непосредственно заинтересован, чтобы утильсбор оставили. Содан кейін мына Склярдың айтқаны, мы защищаем интересы государства, дейді. Сол кезде интересы государства, в их понимании, это интересы 2-3 олигархов, но не народа. Государство, это получается по поведению чиновников, у нас это только несколько олигархов и все. Вот все государство. А сендер, қарапайым халық, Қазақстанның халқы, ешқандай да отношения мы не имеем к государству. Оның айтуы бойынша. Иә, сол Склярдың айтуы бойынша. И соны, мысалы, олар немен жаңағыдай рабочий группада соны дәлелдеп берді бізге. Ол жерге біз барып жаңағыдай рабочий группада үкімет өкілдері келіп халықтың петициясын қарастырама деген кезде олар келетті бізбен күреседі, ғой халықпен күресіп отыр. Петицияны, утильсборды жақтап, ол қандай керемет зат. Ешбір мемлекетте жоқ, ноу-хау тауып алған Қазақстанда ғана бар. Ясы, құрметті бауырлар, міне қазір прокуратураға келдік, қазір мына жерде мындай формальность бар екен, мындай жерге тіркеліп өтуіміз керекпіз. Жаңа удостоверение көрсетіп отырып па? Аха, удостоверение. Удостоверение. Удостоверение телефон бір жазады. Мен телефонда удостоверение. Бумажный бір жазады. Жоқ, иінді білсем болды. Иінді білем. Енді не? В общем, осылай. Жаңағыдай Hyundai Motors'ың зауытында болады дейді, ол әділетсіз. Және Алматыда болады дейді, оны ешқандай мысалға айтады.